Вот для чего кидаешь вызов Еркебулану? Мне по кайфу так, вот я хочу, кидаю. В сторону Казахстана вызовы не кидай, тут для тебя таких слабых соперников нету, Байрам. Ты же смелее же, смотри на себя. Ты зачем? Мен суретini қойып-то. Еркебулан Тоқтар, я слышал, ты газовал на моего малого? Иә достар, қызықтың көкесі басталуда. Еркебулан Тоқтарға Байра деген бір арық біреу вызов тастап жүр. Көп сөз, боқ сөз, біз бастаймыз. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Еркебулан Тоқтар, я слышал, ты газовал на моего малого? Ну что, мы сейчас находимся в Дубае, ты говорил, что хочешь меня настигнуть и оскорблял меня. Так, давай я тебе прямо сейчас скину локацию, и мы увидимся на нейтральной территории и решим все по-мужски. Мне не важно, октагоне это будет или где, ты просто позволил себе много лишнего, и я за это тебя спрошу. Бам! Сюда, Асека, ты мне за Еркебулана говоришь, что он типа больше весом, что я с ним не потяну. В сторону Казахстана вызовы не кидай, тут для тебя таких слабых соперников нету, Байрам. Асека, Вот для чего кидаешь вызов Еркебулану? мне по кайфу так, вот я хочу, кидаю. Ты что можешь? Ну нет, какие-то аргументы конкретизировать можешь? Да, ну типа вот реально. Ладно, я вызов, знаешь почему кинул? Потому что он на моего старшего газанул. Он на моего старшего газанул. Артема Хорошо, твой старший что не может сам решить? Почему ты куда-то там, я не знаю, я решил за него впрячься. Я решил за него впрячься. Ну хорошо, аккуратно. у тебя же манжетка не вытянет с ним реально подраться. Я же тебе говорю, какой бы бык не был, на нем всегда мы напишем тушенка. Казахстан, Киргизстан, Еркебулан, Тоқта. А как ты можешь ему кидать вызов, ну, если он реально, ну, типа, рядом с тобой не стоит? Я сейчас проиграл, и ты мне говоришь за Еркебулана, ты мне говоришь, что, типа, я, да, такой маленький, может, да, весом не вышел и так далее. Но знай, каким бы бык не был, мы всегда, бля, на его банке напишем успокойся, тушенка. удали быка уже. Не важно, какое у тебя тело, важно, какой у тебя калибр, братишка. Ты понял меня? Важен калибр. А какой у тебя калибр? Вот такой? Я тебе покажу, какой калибр. Ты же смелее же, смотри на себя. Ты зачем? Мен суретini қойып-то. Салем, Казахстан. После последнего видео Еркебулана стало чуть неприятно, потому что он там высказался очень некрасиво. Вот. Так что я не мастер красивых речей, но скажу одно, Еркебулан. Не важно, что на тебе одето, а важно, что у тебя внутри. Ты можешь ехать на велике и быть чертом, или ты можешь просто сидеть в нормальной машине, недорогой, и быть нормальным, достойным парнем. Так вот, хочу сказать, что ты после последнего своего боя хапнул очень много хайпа и надел на себя корону. Так вот, я приеду в Казахстан, сниму с тебя эту корону, и до твоего братишки я тоже доберусь. А насчет бабок и одежды, мы всегда можем красиво одеться, мы всегда можем похавать в дорогих заведениях, и бабки у нас тоже имеются. Так что в этом проблем нету. Просто жди, скоро я до тебя доберусь, и ты так не будешь общаться, братишка, и будешь чуть серьезно воспринимать мои вообще действия и мой разговор. На связи, Казахстан, Алга. Кешегі маникюр мен педикюр айырды ғой кешегі сторисші. Неше түрлін жазып жатыр енді. Ой, қатынсың ба, гейсің ба, қараңдаршы достар, міне тұрнақта. Қара. Қандай әдемі еттерім бәрін алып тазалап қойған, міне оң қол. Мен өзім аламайын бүйтіп ше. Қол жарайды да еще. Аяқ вообще, аяққа көзім жетпейді даже. Иногда көзім көрмейді да аяққа ше. Қайсы тырнақ, қайсы ет түсінбейсің, иногда етті қырқып жіберемін. Сондай болмасын деп мастеріне барам да. Шашты да алдырасыңдар, ол бар берді оны. Бүйтіп отырасыңдар, как положено, сол сияқты тура. Әдейі салам да, мен де әдейі салып қоямын. Жасыншы, содан кейін мен бәрін түсіндіремін депші. Ал ораза қалай болады деп сұрап жатыр да адамдар, жаңа диета ұстағысы келіп жүрген адамдар. Олардың миы уже выход іздеп жатыр, көрдіңдер ме? Уже ораза ғой, ертең андай ештеңе өзгермейді. Таңғы 5-те сәресінде плотно тамақ жеп аласың. Сөйтесіңді алға оразаңды да ұстайсың, диетаңды да ұстайсың, кешке ауызашарда су ішіп аласың. Киви жеп алсаң болады, алма жеп алсаң болады, сок ішпейсің, тәтті ішпейсің, газировка ішпейсің. Сөйтіп азасың. Оразада азып кетем деп ойламаңдар. Өйткені сол сен күнделікті жеп жүрген калорияңды сәресімен ауызашар уақытында жеп қоясың. Содан ештеңе өзгермейді, калорийный нехватка болмайды. Сондықтан да сәресі бір уақыт жеп аласың, кешке су ішіп аласың, нормально сөйтіп жүре бересің. Сөйтіп қана азасыңдар. Басқа қиын. Баяғыда мен ойлайтын денедегі майды қатты тренировка істеп, мышцаға айналдырып жіберуге болады деп.
сөйтсем ондай емес екен ғой. Ол белок та мышцы. Майың углевод, ол екі түрлі нәрсе бір-біріне айналмайды да. Әлі күнге дейін сөйтіп ойлап жүргендер бар шығар арамызда, бірақ ондай емес екен. Егер сен майдан құтылғың келсе, короче, тек қана диета, либо көп тренировка істейсің ғой, жаңа калорияны бәрін сжигать етесің. Көп тренировка істеп, жүрекке нагрузка жасағанша, одан да калорийный нехватка жасап, диетаға отырып, сөйтіп азасаған жақсы. Или амбал болған кезде, пачка болған кезде, мысалға, мышцын качать етесің да, оны качать ететінде становый, жим, сосын присед, сол шақ түрін жасап, сөйтіп дәу боласың. И сөйтіп мышцының үстінен майды қаптайсың ғой, короче, сол кезде дәу болып тұрасың. В общем, мен курсымды алсаңдар, деп қоясың, короче. Еркебұлан диетаңмен бөлісші деген сообщениелер көп келіп жатыр, диетам қызық болып жатыр адамдарға. Бөлісетін ештеңесі жоқ оның, достар. Мен таңертең тамақ ішемін, болды, басқа уақытта ішпеймін. Таңертең не жейсің, өзің білесің. Өйткені бір прием пищеда 600-700 калориядан артық жей алмайсың, физически жүрегің айтып кетеді. Сонда сен, получается, обед, ужин ішпесең, күніне 600-700 калория употреблять етесің ғой. Сонда калорийный нехватка болады организмда. Содан организм азады. Май кетеді ғой. Май деген не ол? Организм ақымақ емес та. Ол сен артық калория жейсің ғой, күнде көп 2000-3000 калория жейсің. Соның артығын майға айналдырып жібереді. Ертең ашаршылық бірдеңе болса, өліп қалмайын мен, маған энергия керек. Сол мына қозғалыс, бүкіл мына процестеріне энергия керек. Сол энергияны майдан алады ол. Сол сақтаған мына жақтардағы майларды сжигать етеді ғой, калорийный нехватка пайда болғаннан кейін түнде аш ұйықтайсың. Солай азасың, короче. Салмақ тастауды айттық, енді салмақ жинай алмай жүргендерге де тоже внимание керек, олар да жазып жатыр. 6 уақыт тамақ жейсің ғой, 3 уақыт мысалы жеп жүрсің ғой қазір, завтрак, обед, ужин. Соны 6 уақыт қыласың, завтрагыңды 2-ге бөліп тастайсың. Қазір жедің, 2 сағаттан кейін жедің. Обедіңді 2-ге бөліп тастайсың, қазір жедің, 2 сағаттан кейін. Сөйтіп 6 уақыт тамақ жейсің. Одан кейін су көп ішесің. 6 литр, 7 литр, 5 литр. Су вообще ішпейді негізі адамдар. Су ішу керек, өйткені ертең қаның сұйық болып тұрған қаның қоюланып қалады да, сонымен ол инфаркт, инсульт деген нәрселерге алып келеді. Сондықтан су өте көп ішу керек. Организм бір суткада 4-5 литр су ішу керек. Су көп ішсең масса жинайсың. Негізі ол көп нәрсе айтылып, бір сториспен айтып түсіндіре алмайсың оны ше. Ол кітап, мен кәдімгі кітап оқығам. Сондықтан оны былай түсіндіру оңай емес. Мен жеңіл-желпі түсіндіріп беріп жатырмын сендерге, достар. Сосын не жеп жүргеніңді тоже қарап жеу керек. Есептеп жеу керек та. Мынанша ет, мынанша грамм углевод, рис, мына жареный картошкада мынанша бар, нанда мынанша бар. Соның бәрін негізі есептеп жесең, масса жинайсың. Керек массаңды жинайсың. Опять-таки, сол витаминге келіп тіреледі. Бәңгімеші, мен реклама жасайтын күнім емес бүгін ше. Бірақ соған әкеп тіреліп тұр ғой. Витамин керек. Почему? Потому что тамақ жейдің, лағман жейдің. Лағманда бір витаминдер бар, бір витаминдер жоқ. Бір витамин ол жоқ, сен тойып тұрсың. Бірақ жаңағы керек витаминдерді алған жоқсың. Лағманда өйткені жоқ ол. Оны извне қабылдау керек, короче. Сондықтан да витамин керегі. Жарайды, ссылкасын қоя салайын мына жерге. Пролайнды алсаңдар, масса жинауға болады. Керек витаминдеріңді восполнять етіп отырады. Тегін реклама. Жоқ, шынымен валлахи айтамын, бүгін реклама салатын күнім емес. Соған әңгіме кеп тіреліп қалып тұр ғой. Пайдалы әңгіме болсыншы деп бүгін айтып берейін дегем. Соны енді керек нәрсе да, ол сендер керек. Содан кейін жарайды, қайдан аламыз деп сұрайсыңдар ғой. Витамин қайдан аламыз дейсіңдер. Міне, пожалуйста. Сон бір студент болсаң енді өзің кінәлісің деп. Студент болсаң жұмыс істеші. Мен істегем жұмыс. Мен түнде мысалға оператор болып, PlayStation компьютерный клубта оператор болып жұмыс істеп, ақша тауып, зато мен как положено қасымда группаластарым әшейін гречка алатын, гречка рис алатын. Столовыйдаш 200 теңге тұратын ол, 250 ма? Мен зато қасына котлет сатып алатын ақшам болатын ол кезде. Сол үшін студент болсаң жұмыс істеп ақша өлмейсің, жассың ғой. Таңертең түске дейін сабағыңды оқыдың, түсте ұйықтап алдың, кешке жұмысқа бардың. Сонымен жұмыс істедің. Жұмыста бір қара жұмыс емес қой, кірпішіне таситын. Көп қой жұмыс Алматыда. Бір көз майың тамып, түнге дейін сабақ оқып отырған адам болса,
сөйлемей ақ қойыңдаршы маған, жарай ма? Студенттер жүрсіңдер ғой сандалып, сол орында жұмыс істемейсіңдер ме барып? Жұмыс көп Алматыда, жұмыс өте көп. Барасың, мен вообще ент-ін тапсырып 11 класс бітірген кезде бізде ол кезде HeadHunter OLX деген болмайтын. OLX болатын, ол ешкім салмайтын. Мен жаяу аралайтын. Жаяу аралап, ресторандарды аралап, официант керек жоқ па деп сөйтіп Атакентте Мараканда деген ресторан болатын. Как раз чемпионат мира көрсетіп жатқан кезде сол жаққа кіріп жұмысқа сөйтіп өзім іздейтін, біздің заман деп қоясың ғой, короче, 30-дан асып кеттім мен уже. Біздің заманда деп сөйлейтін возрастқа келіп қаптым уже. Мына жерге дейін жазып тастаған ғой. Полный кузовтың бәріне фломастермен жазып тастаған. Кетпейді, қарашы. Турнирға барған, жаңа областной турнир, паймамай болып жатыр. Шақырды қонаққа, бардым, машинаны қойдым, ішінен балалар шықты, енді жұлмалап жатыр да, мен жарайды да қоя берші, мен жұлмалап, суретке түсейік, үйтіп бейде, по возможности түсіп жатырмын, қол қоятын жер қол қойып жатырмын. Мен полный машина, қарашы, міне, мынаны кетіре алмай жатыр, мына жер кетпей жатыр, қап-қара, бұлама полный машина жазып тастаған. Не деген тәрбие беру керек қой кішкентай балаға. Көрші, жарайды, дүние ғой, мысалғаш. Зат да, просто енді менің затым ғой, мен мысалы біреудің затында біз кішкентай кезімізде жазу былай тұрсын, былай тиісуге қорқатынбыз, біз сөйтіп тәрбиеледі. Білмеймін мен қазіргі балаларды кім қалай тәрбиелеп жатқанын. Тәрбие беру керек қой, мынау не, мен мынаны қарадым, мына біреудің баласының тішіп кеткен боғын мен қазір тазалап жатырмын да. Мынаны қара, кетпейді, полный жазып тастағанмын. Жақсы болды ғой мына сторис адамдарға. Дүние ғой, не болды сонша жылап. Ақшаң көп қой сенің дейді, ақшам көп емес мен, айналайын. Ақшада емес бұл жерде әңгіме, ақшада емес қой, бұл барасын сүртесің ки, просто неге жазады деймін да, неге жазады біреудің заты ғой. Тәрбие қайда, тәрбие, бізді тәрбиеледі ғой баяғыда, әке-шешеміз тәрбиеледі, біреудің затына тиіспе деп тәрбиеледі, ол қайда кетті қазір, сол ғой, сол стористің мақсаты. Кішкене тәрбиелесеңдерші балаларыңды. Біз менімен жас шығар қазір, сол бала шағасы бар адамдар менімен жасты, бізді тәрбиеледі ғой, сол тәрбие қайда кетті, қайда үзілді ол. Әке-шешеңнен келді тәрбие саған, сол балаңа жетпей тұр ғой. Тәрбие ғой, сол стористің мағынасы сол еді да. Оны ойбай, дүние анау-мынау ақшаға кеп тірейді да, адамдар, ода емес әңгіме. Балаларға да әңгіме айтып отқан жоқпын, әке-шешесіне ғой. Мына кеудеңе нан пісейін депті сенің деген сөз енді, біздің поколениенің сөзі ғой, біз естейтініміз бар, әке-шешелерімізден. Сол поколениедегі адам жазған ғой, примерно. В общем, білген жазады, не жазғысы келеді, бәрін жаза береді. Неге? Потому что халық көтерген да сенші. Сондықтан да жазғанына да көнесің. В общем, популярностың кер жағы жайлы мен рилс саламын да қазір. Соны көріңдер, танымал болғысы келіп жүргендер көп қой қазір. Сол сендерге керек па, керек жоқ па, өздерің енді. Келесі рилстан тамашалап жіберсеңіздер, как раз сол астына жаңа кеудеңе нан пісейін депті сен анау-мынау дейтіндерге де сол астына жазсын да оларда жазсын комментарий. В общем, асты обсуждение ғой, ана рилстың асты әңгіме, әңгімелесетін площадка сіздерге достар. Иә, достар, не ойлайсыңдар, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер, Байратама немесе Тоқтаратама. Бұл жерде енді түсінікті Байратылып нокаутқа кететіні. Сендермен болған төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, қош аман, сау болыңдар.